Тікелей эфирде апта кезет. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы 15-ші съезге мықтап дайындалып жатыр. Осы аптада съезд делегаттары сайланды. Аз емес, 1200 адам. Бұл бұрынғы құрылтайлардың қонақтарынан 2 есе көп. Тағы қоса кетелік, съезде бұрынғыдай бір күн емес, 2 күн бойы өтпек. Жоспар әрине. Әлғисса, бұл съезде бұйырса Нұр Отанның доктринасы бекейді. Өткен жолда айттық, партия бұған дейін түрлі құжаттар мен бағдарламаларға еніп, сайлауалды тұғырнамада көрсетілген құндылықтарды жиып-теріп жүйелеп, бір құжатқа түсірген. Құжаттың жобасы осы аптада да жер-жерлерде әбден талқыланды. Тың ұсыныс, тосын пікірлерді айтылды. Солардың барлығын сұрыптай келгенде 4 бағытқа жіктеуге болады. Жастармен жұмысты нығайту, қазақ тілінің мерейін үстем қылу, еңбек қоғамын түзу, аймақтардың белсенділігін арттыру. Доктрина жобасын оқыған кісі есебінде өз тарапымыздан қосармыз, тың құжатта руханиятқа баса мән берілген секілді. Қалғанын тілшіміз айтып берсін. Алғашқы аймақтық жиын Астанадан бастау алды. Жалпы Астана қалалық филиалынан партия съезіне 100 делегат сайланды. Алғашқы делегат мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Соңғы 2 аптада партияның барлық қалалық және аудандық филиалдарында 241 жиын өтті. Оларға үкіметтің 15 мүшесі, министрлер, агенттік басшылары және депутаттар қатысты. Елді де, ерді де аздыратын ереншектік. Біздің қоғамда нағыз еңбек адамына деген құрмет аз. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам мақаласында еңбек адамына деген құрметтің қалай болуы керектігін жіліктеп берді. Елдегі билік партиясы Нұр Отанның жаңа құжатында да дәл осы еңбек адамның бейнесі айқындала түсуі қажет. Партияның астаналық белсенділері осындай ойда. Бас партияның басты құжаты жер-жерде қызу талқыланды. Мысалы, партияның Ақтөбедегі мүшелері электр энергиясын үнемдеу, жасыл экономика құру секілді сұрақтардың құжатта толық қамтылуын қолдайтындықтарын айтты. Ал Батыс Қазақстан облысының депутаттары доктринаның жобасында өңірлерді дамыту, ауылдарды көркейту секілді өзекті проблемалар басты бағыт болуы керек дейді. Қызылорда облысы қазақ тілінің ықпалын арттыруды қалайтындықтарын жеткізді. Төл мәдениет пен руханият халықтың басын біріктіретін негізгі құрал. Нұр Отан саяси тұғырнамасында басымдықты руханият пен мәдениетке арнады. Ал көпұлтты еліміздің басын біріктіретін негізгі құрал мемлекеттік тіл. Сондықтан Бауыржан Байбек зиялы қауымды ана тілдің мәртебесін арттыруға үндеді. Жалпы зиялы қауым доктрина жобасына 10 бағасын беріп, өз ұсыныс пікірлерін білдірді. Доктрина дер кезінде қабылданып жатқан құжат. Осы құжат арқылы біз өзіміздің қоғамымызды, өзіміздің сайлап алған елбасымыздың айналасына жұдырықтай жұмылдыруымыз керек. Сонда біз күшті мемлекет боламыз. Сонда біз күшті қоғам боламыз. Біз қазір мына тіл дейміз, дін дейміз, басқа құндылықтарымыз бар. Қалай келтіреміз оны? Осы партия арқылы, осы доктрина арқылы келтіру керек. Доктрина арқылы елді біріктіру керек. Құжаттың қазақ тілді жобасын жетілдіру үшін жұмыс тобы құрылды. Оған Сауытбек Абдрахманов, Шабал Ерғалиев, Амангелді Мырзабек, Алдан Смайыл, Мамазалы Омаш, Әкім Исқақ секілді ірі тұлғалар мүше болып отыр. Павлодар облысында Нұр Отанның 60 мыңнан астам мүшесі, 420 бастауыш ұйымы бар. Конференцияда доктрина көтеріп отырған халықты, азаматтық құндылықтар бойынша ұсыныс пікірлер айтылды. Жаңа құжаттың қабылдануы әсіресе жастар тарапынан қолдау тапты. Доктринада жастардың ауылдық жерлегі жастарды көтермелеу, оларды қалалық, яғни қалалық маңызы бар қалалардағы жастардың деңгейімен бірдей қылу деген мәселелер көп қарастырылғандықтан, ауыл жастары осы доктринаны қолдайды. Жастар елдің ертеңі. Қазір Нұр Отанды қолдап қана емес, партияның беделі мен қарымын арттыратын ұсыныстар енгізетін жастар көбейіп келеді. Өйткені биліктегі партияның да жастарға бет бұрысы мықты. Теміртауда өткен Нұр Отан партиясының жастар форумында да доктрина жобасы қаралды. Нұрлы болашақ жолында деп аталатын саяси доктрина ел бірлігін, тәуелсіздігін нығайтуға бағытталған. Доктринаның негізгі мақсаты халқымызды, елімізді, жастарды біріктіріп барып, біз болашақта осы қойған мақсаттарға қалай жетеміз, оны қалай орындаймыз, біз өзіміздің өмірімізді, өзіміздің тағдырымызды қалай өзгертеміз деген сұрақтарға жауап беруіміз керек.
Саяси доктринаның жобасы ғаламторда да қызу талқыланып жатыр. Сарапшылар да бұл құжатқа өз бағасын беріп жатыр. Айтпақшы, доктринаға қатысты сіз де өз ұсынысыңызды білдіре аласыз. Ол үшін Нұр Отанның ресми сайтында doctrina@nurotан.kz электронды адресін тауып алсаңыз болғаны. Әзірге келіп түскен ұсыныстардың қорытындысы бойынша доктринаның 4 басым бағыты айқындалды. Олар: жастармен жұмысты күшейту, қазақ тілінің мерейін арттыру, жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру, өңірлердің белсенділігін арттыру. Нұр Отанның бұл жолғы мерейлі 15-ші съезі бұрынғыдан өзгеше, бұрынғыдан мәнді өтпек. Делегаттар саны бойынша да еселеп көп. 1200 делегат қатысады деп жоспарланып отыр. Партияның съезі 2 күн өтеді. 17 қазанда секциялық жиындар, ал 18 күні пленарлық отырыс. Оған партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысады. Гүлжан Марқабаева, Апта КЗ.